Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, арнама қош келдіңіздер. Бүгін пирожкиді ерекше әдіспен, яғни қайнап тұрған суға салып пісіретін боламыз. Осы әдіспен пісіретін болсаңыздар, сіздердің пирожкилеріңіздің сырты қытырлақ, іші өте жұмсақ болып шығатын болады. Видеоны өткізбей, соңына дейін қарап, маңызды сәттерін жіберіп алмаңыздар. Ең алдымен біз қамырын илеп аламыз. Қамыры үшін бізге 150 грамм жылы сүт және 150 грамм жылы су керек болады. Енді үстінен 1 шай қасық толы тұз қосып, және сұйық майдан 3 ас қасық қосатын боламыз. Сұйық майдың орнына сары майды да қоссаңыздар болады. Енді үстінен мерзімі өтіп кетпеген балғын ашытқыны қосып, жақсылап бір араластырып аламыз. Осы арада біздің ұнымыз еліктен өтіп дайын тұруы керек. Оның барлығын бірден қоспаймыз. 2-3 бөлікке бөліп қоса отырып, жұмсақ қамыр илеп шығамыз. Қамырымыз қатты болып қалмау керек, яғни орташа тығыздықтағы қамыр илейтін боламыз. Қамырым иленіп дайын болды. Енді менің ыдысым үлкен болғандықтан сәл кішірек ыдысқа қамырды салып алып, үстін пленкамен жауып, жылы жерге 1-1,5 сағат уақытқа көтерілгенше қоя тұрамыз. Осы арада пирожкидің ішіне салатын салмасын дайындап аламыз. Ол үшін бізге картошка керек болады. Мен картошкаларды осылайша турап, дайындап алдым және үстінен су құйып, жарты сағат уақыт газге қойып, картошкаларымызды толық пісіріп аламыз. Осылайша картошкаларымыз пісіп шықты. Енді пирожкидің ішіндегі салмасы тым құрғақ болып қалмас үшін үстінен 100 граммдай жылы сүт құйып, жарты шай қасық тұз қосамыз. Алдын ала ұсақ етіп турап дайындап қойған 1 бас пиязымызды картоптың үстінен қосып жіберіп, жақсылап картоп езгішпен езіп шығамыз. Осы орайда өздеріңізге ұнаған қалаған дәмдеуіштеріңізді, яғни қара бұрыш болсын, зира болсын, қосып жасай бересіздер. Осымен біздің ішіндегі салмамыз дайын болып шықты. Осы арада біздің қамырымыз көтеріліп әдемі болып дайын тұр екен. Бетіндегі пленкасын алып тастап, жабысып қалмас үшін жерге молырақ ұнды сеуіп аламыз. Және қамырды осының үстіне түсіріп, өзімізге ыңғайлап жуала жасаймын. Қамырды қолымның көмегімен жақсылап бір илеп алдым. Енді өз пирожкилерімізді пісіруге ыңғайлы етіп, ұсақ бөліктерге бөліп шығамыз. Қамырымды шамамен 20 граммдай етіп, барлығын біркелкі етіп бөліп шықтым. Егер сіздерде таразы болатын болса, осы орайда таразыға салып, өлшеп алып, жуаланы жасасаңыздар болады. Ұсақтап бөлінген қамырды қолымызбен тағы бір қайтарып жіберіп, дөңгелек форма жасап шығамын. Қамырдың барлығын дөңгелектеп дайындап алғаннан кейін бетін жауып 10 минут уақытқа қоя тұрамыз. Сол кезде біздің қамырымыз көтеріліп әдемі болып пісетін болады. 10 минуттан соң жуаламызды алып, молырақ ұн себе отырып, оқтаудың көмегімен жақсылап барлығын біркелкі етіп жайып шығамыз. Қамырымыз аса қалың болып, немесе жұқа да болып кетпеуі керек, орташа көлемде қамыр илеп шығамын. Құрметті көрермендер, егер сіз менің арнама тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыз, астыдағы тіркелу батырмасын басып, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Күн сайын сіздермен жаңа әрі пайдалы рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Осылайша барлығын жайып дайындап алдық. Енді салмасын салып, жақсылап түйіп аламын. Қазір қамырымызды қайнаған суға салғанда арасы ашылып кетпес үшін ортасын 2-3 қайтара тығыздап жауып аламыз. Қамырымыздың барлығын түйіп дайындап алдым. Осы арада біздің қазандағы суымыз қайнап дайын тұруы керек. Қайнаған судың үстінен тұз ештеңе қоспаймыз, тек 1 шай қасық сода қосып араластыр жердім. Енді дайын тұрған пирожкилерімізді суға салып пісіріп алатын боламын. Соданы біз қамыры көтеріліп, сарғайып әдемі болып пісіп шығу үшін қосамыз.
Асты піскеннен кейін келесі бетін аударып, келесі бетін шамалы көтергізіп пісіріп аламыз. Суға небәрі 2-3 минут уақыт қана салып алуымыз керек. Одан ұзақ уақыт тұруға болмайды. Қалған бөліктерінде дәл осылай суға салып пісіріп алдым. Енді суға салып алған пирожкилерімізді осылай табаның үстіне жақсылап жайғастырып алып, үстінен өткір пышақтың көмегімен кескілеп шығамын. Енді беткі бөлігіне сарғайып әдемі болып пісу үшін жұмыртқаның сарысын жақсылап жағып аламыз. Мен әуелі жұмыртқаның сарысына кішкене сүт қосып араластырып алдым. Бетіне қалауымызға қарай кез келген дәмді сепсек болады. Мен барлығына дерлік бірдей мақты сүйіп шықтым. Енді алдын ала 150 градуста ысып тұрған пешімізге салып 30-40 минут шамасында пісіріп аламыз. Міне жарты сағаттың ішінде әп-әдемі болып көтеріліп, сарғайып пісіп шықты. Дәл осы әдіспен пісіретін болсаңыздар, сіздердің пирожкилеріңіздің сырты қытырлақ, іші өте жұмсақ болып пісіп шығатын болады. Және дәмі де өте ерекше болып келеді. Осы әдіспен пісіріп көрсеңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Сонымен қатар менің арнамда пирожкилерді басқа да әдістермен пісіру жолдары бар. Экранның бетіне шығып тұр, үстін басып көре аласыздар.